орнымыздан тұрып, келген қонақтармен амандасып алайық. Отыра қойыңдар. Тамаша, жарайсыңдар. Балалар, көңіл-күйлерің қалай? Жақсы ма? Жақсы, жарайсыңдар, тамаша. Олай болса қазір балалар, сабағымызда дайындық жасап алайық. Қане балалар, өзімізге жағымды көңіл-күй сыйлап алайық, иә? Қайталаймыз менен бірге өлең шумақтарын. Біз дарынды баламыз, танып, зерттей аламыз. Жаратылыстану ілімін лезде қағар санамыз. Жарайды балалар, бүгінгі сабақты бәріміз санамызға бірден құйып, кейін күнделікті өмірде сендер пайдалана алады деп ойлаймын мен. Өте жақсы. Балалар, мен сендерге үйге күн жүйесінің системасын жасап келуді, макетін жасап келуді тапсырғанмын. Ол тапсырманы бізде Салих орнынан тұра қой, Салихқа қол соғып қояйық. Салих жасап кетті осы тапсырманы. Өте үлкен рахмет саған, өркенің өсін отыра қой, Салих. Енді балалар, менің сендерге мынадай тапсырмам бар. Қазір өткен сабақтағы білімімізді пайдаланып, күн жүйесінің ғаламшарларын ретімен орналастырамыз. Орналастыра аламыз ба? Бұл жерде әр дұрыс орналастырған ұпайға керемет тосын сыйлықтарымыз бар. Ал жарайды, кім дайын? Кім дайын? Кім келеді? Кәні кім келеді? Бірінші қандай ғаламшар тұрады? Күн жұлдызымызда ең жақын ғаламшар. Келе ғой. Келе ғой. Меркурий, тамаша. Келе ғой, Меркурийға. Орналастыра ғой. Жақсы, сол ғаламшар. Тосын сыйлама ғой. Көрсет балаларға. Көрдіңдер ме балалар? Өз еңбегімен не істеді? Тиын теңге тапты, иә? Жақсы, отыра ғой. Келесі. Келе ғой, мұқы. Кімнің шығып білет, сол қоясы балалар. Ала ғой, шолпанды қақ. Тамаша. Қоңыр ғаламшар. Ала ғой. Тиыныңды келесі. Кім айтты бірінші балалар? Сен айттың, иә? Келе ғой. Жер. Орналастыра ғой. Жақсы, тамаша. Келе ғой. Қайыға келе ғой. Тамаша. Келесі ғаламшарды кім ойлады? Келе ғой, Айша. Жарайсың. Балалар дұрыс орналастырды ма? Жоқ. Жарайсың, Айша. Сакина бірінші айтты. Тоқтай ғой, Сакина. Саған сұрақ. Мынау қандай ерекшелігі бар ғаламшар? Несі бар? Сақинасы бар, Салима, дұрыс айтады. Отыра ғой. Келесі. Көп ғаламшар. Келе ғой. Иә, қазақтар айтылғанда, ескі айда есіркедің, жаңа айда жанылға деп сәлем салатын болған. Айтылып, келесі күндері үлкейіп өсе беретінін түсіндім. Дұрыс. Айдың қайта толуына тағы да 14 тәулік 19 сағат кетеді. Сонда әр жаңа ай 29 жарым күнде қайта туады деген сөз. Бұл күнтізбедегі аймен бірдей ғой. Әрине, күнтізбе негізінде айдың өзгерістері жатыр. Айдың бетінде дақтар көрінеді, бірақ жұлдыздардың бетінде ештеңе көрінбейді. Дұрыс. Ай жерге ең жақын
үстіне жердің жанынан қалмай айналып жүретін жалғыз серігі, яғни кішкентай дене үлкен денені айналып жүреді. Ай кішкентай ма? Я, көлемі жағынан жерден 81 есе кіші, салмағы жағынан 6 есе жеңіл. Бетіндегі дақтарға келсек, олар мұхит пен теңіздер. Ол қалай? Айда су, ауа жоқ дейді ғой. Олай болса мұхит қайдан пайда болады? Дұрыс, айда су да, ауа да жоқ. Дегенмен, ай бетіндегі үлкен ойпаттар теңіздер, ал ең үлкен ойпат мұхит деп аталады. Мысалы, ай бетінде қауіп-қатер теңізі, жауындар теңізі секілді теңіздер және дауыл мұхиты деген мұхит бар. Иә, айдың суретін салғанда ірімшік сияқты шұлық тесік етіп салады ғой. Мен оларды көргенмін. Жоқ, сен айтып тұрған тесіктер кратер деп аталады. Ай бетіндегі ортасы дөңгелек ойыс, жан-жағы таулы болып келген аймақтар. Ол ойыстар қайдан пайда болған? Айда ауа жоқ екенін білесің, ал жерде бар. Ауа жерді түрлі метеорлардан қорғайды. Метеор деген не? Метеорлар деген күнді айнала ұшып жүретін тас пен металл денелер. Олар кейде жерге құлайды. Жерге түскенде ауамен жанасып, жанып кетеді. Біз жұлдыздың аққанын талай көріп едік қой, сол ма? Иә, адамдар жанған метеорды аққан жұлдыз дейді. Ал толығымен жанып бітпей жерге түскендерін метеорит деп атайды. Айда ауа болмағандықтан оған түскен метеориттер жанбастан сол қалпында түседі. Содан кратерлер пайда болады. Айға барған адамдар неге? Иә, айға алғаш рет 1969 жылы Нил Армстронг және Эдвин Олдрин деген ғарышкерлер барған. Ай мұзғұлдардың арасынан тығылып қалды. Ол шаршаған болар. Үйіне демалуға кеткен шығар? Иә, кеш болып кетті. Үйге кірейін. Мен саған ай туралы ертең айтып беремін. Балалар, бүгінгі сабақта мына бейнероликке қарағанда біз не туралы айтуымыз мүмкін? Жаңа сабағымыздың тақырыбы не туралы болуы мүмкін? Ай туралы болуы мүмкін. Жақсы. Әрқайсының пікірі мен үшін құнды, балалар, келісемін. Жарайды. Ал енді мында қараңдаршы балалар. Мынау аспан қалай аталады? Жер болғанда қалай аталады? Жердің бірнеше есе кішірейтілген үлгісі. Біз білеміз бұл қалай аталатынын. Қалай аталады бұл құрал? Иә, қалай аталады? Глобус деп аталады. Өте жақсы. Глобус, иә? Яғни жер туралы өтуіміз мүмкін екен, иә? Жақсы, балалар. Ал мынау жаңа өздерің көрген айдың үлгісі. Айдың глобусы, иә? Жақсы. Енді балалар, мынау не деп ойлайсыңдар? Қараңдаршы. Жыпырлаған бірнеше жарықтары бар. Аюдың суреті бар. Аюдың суретіне ұқсас. Адамның суретіне ұқсас екен. Атқа мінген адамның суретіне ұқсас екен. Әскерге ұқсас екен. Атты әскер жүрген сияқты. Бұл не? Дұрыс айтады. Аспан әлемінің картасы, соның глобусы, иә? Жақсы. Аспан әлемі туралы өтуіміз мүмкін. Ал мынау не балалар? Қалай ойлайсыңдар? Мынау не? Галактика, иә? Галактиканы екінші сөзбен не деп айтамыз? Қос жолы деп айтамыз, иә? Өткен сабақта өттік. Бұл ішіндер не? Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Енді балалар, әлі сабақ. Ғарышкер космонавт, иә? Жақсы, ғарышкер космонавт. Мынау? Ғарыш айлағы, ғарыш алаңы. Жақсы. Ал мынау? Лайка деген ол ғарышқа бірінші ұшырылған жануар, иә? Жақсы.
Гагарин кім балалар? Кім? Мамандығы кім ол кісінің? Ғарышкер. Айға бірінші рет, тұңғыш рет шыққан ғарышкер. Ғарыш туралы қызық мәліметтер дейді. Ғарыш. Ал Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкерлер кімдер? Айта ғой кім? Тоқтар Әубәкіров. Жоқ, айсың Тоқтар Әубәкіров. Талғат Мұсабаев. Талғат Мұсабаев, өте жақсы. Және Гиннес рекордтар кітабына осы екі ұшқыштың қайсысы енді балалар? Қайсысы енді? Талғат Мұсабаев па? Жоқ, Тоқтар Әубәкіров па? Тоқтар Әубәкіров. Өйткені ғарыш кеңістігінде ол кісі болудан рекордты жаңартты. Түсіндіңдер ма? Ғарыш туралы да келіп жатыр, бұл жерде. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар, не деп ойлайсыңдар? Не туралы болуы мүмкін? Ай туралы, жер туралы, күн туралы, ғарыш туралы. Ал енді олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жердегі тіршілікке ғарыштың әсері деп аталады. Kıstavuk 4. sınıf. Sabahın takımı jerdeki tіршілікке ғарыштың әсері. Сабақтың мақсаты күн мен айдың жерге қалай әсер ететінін білесің, жер ғарыштың жағымсыз әсерінен қалай қорғанатынын түсінесің, судың көтерілуіне қайтуы туралы мағлұмат аласың. Балалар, жер мен ай ғарыш кеңістігінде үнемі қозғалып жүреді. Бірақ қозғалыстары әртүрлі болады. Жер күнді өз орбитасымен айналады. Ай жердің серігі ретінде жерді айналады. Бұл денелердің арасында болатын тартылыс күші денелерге өз орбитасына шығып кетпей қозғалуына әсер етеді. Барлық ғарыш денелері бір-біріне әсер етеді. Күн жұлдыз болғандықтан жарық шығарады. Ол жер мен айға жарық түсіреді. Жер ғаламшар. Ғаламшарлар күн сәулесін шағылдырады. Ай да күн сәулесін шағылдырады. Күн сәулесін неліктен жердегі тіршіліктің көзі деп атайды. Күн жердегі тіршілікке қажетті жарық пен жылуды бөліп, барлық тірі ағзалардың тіршілігіне мүмкіндік жасайды. Ол жердегі тіршілікке сәуле бөлу арқылы әсер етеді. Сонымен ол жерді жылытып, жарықтандырып қана қоймайды. Күннің белсенділігі артқанда магнит өрісі күшейеді. Күннен жерге келетін қысқа толқынды сәулелер байланыстың таралуына кедергі жасайды. Күн мен ғарыштан келетін зиянды сәулелерге атмосфера қабаты тосқауыл болады. Барлық организмдерді өлтіріп жіберетін күн көзінің ультрафиолет сәулесі озон қабаты өзіне сіңіріп алады. Озондық қабат 22-25 километр биіктіктегі 3 атомдық оттек шоғырланған атмосфера қабаты. Мұнда озон аз мөлшерде кездесе де, жердегі тіршілік үшін оның маңызы өте зор. Озон қабатынсыз жердегі тіршілік қазіргі біз білгендей болмайды. Озон қабаты ұстап қалатын күннің ультрафиолет сәулелері жер бетіне тікелей өтіп кететін болса, онда тереңдігі 10 метрден асатын суларда ғана тіршілік етуге болар еді. Балалар, мына суретте біз озон қабатын көріп тұрмыз. Озон қабаты жерге өте зиян. Айдың бір жағы ғана көрінеді. Екінші жағы ғарышкерлер суретке түсіріп картасын жасаған. Айға алғаш қонған 1960 жылдан бастап зерттеулер жүргізілді. Айдың арғы бетінде де кратерлер, теңіздер, жоталар тап. Ал балалар, сендер шағын бейнебаянды көрдіңдер қазір, балалар? Сонымен бүгінгі біздің
сабағымыздың тақырыбы, кітабымыздың 60-шы, 61-ші бетін ашамыз. Жердегі тіршілікке ғарыштың әсері деген мәтін. Енді балалар, бізде жаратылыстану сабағы балалар, өздерің білетіндей зерттеуді, дәлелдеуді, гипотезаларды талап етеді. Ылғи үйге қол жетімді ресурстардан мәліметтер тауып келуді мен сендерге тапсырып жүрмін, иә? Тура сол сияқты мен сендерге алдын ала өткен сабақпен байланыстыра тапсырма берген, яғни күн, жер, ай туралы қолжетімді ресурстардан мәліметтер табу керек едіге. Жақсы, біраз оқушыларға мен тапсырма бергем. Олай болса, дайын болса, күн туралы мәліметтерімізбен өздеріміздің сыныптастарымызды таныстырамыз. Әсия, бастай ғой. Дауысын шығара қой. Күн кертелесінің температурасы шамамен 15 миллион градусы құрайды, ал оның беттегі температурасы шамамен 5,5 мың градусы өтеді. Жақсы, сен енді алдында бағалау парағы тұр, сол жерге 1 балл деп жаза қой. 1 балл деп жаза қой. 1 балл деп жаза қой өзіне. Жақсы, келесі Адай күн туралы. Адайля. Күннің бозалды жасын миллион жыл сондай ақ күн 50 миллион жыл өмір сүреді. Сәл қателестің, әлі 4 миллиардтай жыл өмір сүреді. Түсінікті ма? Жақсы, сасқалақтама 1 балл деп жаза қой. Келесі күн туралы мәліметті бізге айтады Закира. Күннің бозалды жасы 6 миллиарды жыл сондай ақ күн 54-5 миллиарды жыл өмір сүреді. Күннің магниттің өрісі жердің магниттің өрісінен аз болады, иә? Жақсы. Ғарыш кемеңе 1 балл деп жаза қой. Келесі күн туралы тағы кім дайындап келді? Салима. Күн магниттің өрісі жердің магниттің екі есеге ғана күшті толық дайындалу керек еді. Жақсы, отыра қой. Бағалап қойып сені. Ары қарай, Омар. Күннен алдымен оның келген сөздерінен тұрады және оның беті қатты емес. Күн келген сөздерінен тұрады екен балалар, және оның беті қатты емес екен. Ғалымдардың дәлелдеуі бойынша 1 балл. Жақсы. Келесі Фазиля. Күн массасы біз ойлағаннан да көп. Ол күн жүйесінің бүкіл массасының шамамен 99,6%-ін құрайды. Оның ықпалдасуы жердің ықпалдасу дәрежесіне 28 деңгейге асып кетеді. Жақсы, енді балалар, сендерге сұрақ. Күн ғаламшар ма? Жұлдыз ба? Жоқ әлде комета ма? Астероид па? Неге жатады? Күн. Күн жұлдызға жатады. Жақсы, жарайсың. Жақсы. Енді балалар, сендерге бір сұрақ. Біз өмір сүретін планета қалай аталады? Көгілдір планета. Біз өмір сүріп жатқан көгілдір планета. Біз өмір сүретін жер кім айтты жерде? Тамаша, жарайсың. 1 балл жаза қой өзіне. 2 балл жаз. Жаңағы жауабына 1, келесі жауабына 1 балл. 2 балл жаза қой. Жақсы. Ал Салих жер туралы айта қой. Жер күн жүйесіндегі күннен әрі қарай санағанда 3-ші ғаламшар адамзаттың тіршілік ететін бесігі. Жақсы, міне. Қаншасыншы ғаламшар екен балалар? Дәлелдеңіз. 3-ші. Жақсы. Ал Салих жер туралы айта қой. Жер күн жүйесіндегі
ғалымдар адамзаттың тіршілік ететін бесігі. Жақсы, міне. Қаншасыншы ғаламшар екен балалар? Дәлелдеңіз. Үшінші. Жақсы. Тіршілік етуге қолайлы ма? Жерде ауа бар ма? Жақсы. Екі балл қоя ғой. Ары қарай. Жер туралы бізге Аделя айтады. Эллипстік айналған ол орбита бойымен 29,35 Километрге. жылдамдықпен 1496 миллион километр орташа қашықтан 36,529 орташа күн тәулігі ішінде күнді айналған Айналып шығады. Жақсы. Отыра ғой. Бір балл қоя ғой өзіне. Жарайсың. Так. Сумея. Жер күннің айласында айналғанда күнде күн жолының орталығында айналады. Галактика орталығының айналасындағы күннің айналу кезеңі шамамен 240 миллион жылды құрайды. Жарайсың. Өте жақсы жауап. Бір балл қоя ғой өзіне ғарыш кемеге. Келесі Сакина. Оның табиғат шекері ай жерді 384 мың километр орташа қашықтықта айналады. Жер эклиптика жазықтығында көлбөлігі. Оқи берсің, өзің ең алып келген мәліметі бұл оқи ғой. Өз-өзінен айналу. Өз-өзінен айналады. Жақсы. Бір балл қоя ғой өзіне. Ғарыш кемеге. Так, Фируза, күн жүйесі туралы айтады. Күн жүйесімен оны айналу қабылды тегі бөлген планетадан болған жолдан жер қызыл метр өсіп қалған қоңырқа жылдар өтті. Планета серіктерінен мыңдаған кіші планетаттан, аскеростаттан, шамамен 1011 кометаттан және толып жатқан метеороидтың денелерден құралған ғарыштың денелі жер жүйесі күннен ең алыс орналасқан планетаға дейінгі орташа қашықтық шамамен 6 миллиард километрге тең. Жарайсың. Тамаша. Өте жақсы. Бір балл қоя ғой өзіне. Жақсы балалар, біз күн жүйесі туралы да, күн туралы, жер туралы, ай туралы біраз мәліметтер алдық. Енді біздер кітабымызды ашамыз. 60-шы бетті. Ғарыштың әсері деген жерден бастап оқимыз. Іштей оқып, аяғына дейін екінші бет, 61-ші беттегі мәтін біткен бөлікке дейін оқимыз. Оқи қойыңдар. Іштей оқимыз. Оқи береміз. Қазір көрді, бейне роликті, бейне сабақты көрді, енді мәтіннен оқып танысамыз да, қарай зерттеу жұмысымызды жүргіземіз. Kız